Қайырлы күн. Бүгінгі қарастыратын сабағымыз құжаттарға SMS арқылы қол қою модулі. Ол модульмен жұмыс жасау үшін біз қолданушылар бөліміндегі талапкерлер бөліміне өтеміз, және де мәртебесі бөлімінде біздің құжатымыздың түрі қабылданды құжаттардың түпнұсқасымен расталды мәнінде болу керек, және де қажетті талапкерді таңдаймыз. Келесі құжаттарды құру бөлімінде қандай құжат түрлері бойынша қол қою қарастырылған, сол құжаттардың тізімі, яғни қол қою құжаттары, қажетті құжат түрін таңдаймыз, және де қай тілде бізде құжат керек, сол тілді таңдап құжатты қалыптастырамыз. Жүйе құжатты автоматты түрде қалыптастырады, және де қол қойылатын құжаттың атауын көруімізге болады. Талапкер тарапынан қол қою, яғни егер де талапкер кәмелеттік жасқа толмаған жағдайда құжатымызға оның ата-анасының біреуі қол қояды. Яғни талапкердің жеке картотекасының бөлімінде, ата-анасы бөлімінде талапкер кімді тапсырыс беруші болып табылады мәнінде көрсетті, сол адамның қолы қойылатын болады. Және де ол адамның жеке сәйкестендіру номері мен ұялы телефоны бірыңғай халыққа қызмет көрсету орталығында тіркелу қажет. Және де келесі жоғары оқу орнынан қол қоюшы, яғни бұл жерде жоғары оқу орны талабына кім қол қояды, тіркеу номері, келесі құжаттың күні, және де құжаттың мәртебесі. Құжат құрастырылғаннан кейін мәртебесі жоба мәртебесінде болады. Мәртебе күні мен уақыт, яғни қай уақытта құжатты қалыптастырдық сол күн. Келесі іс-шаралар. Іс-шаралар бөлімінде құжатты қарау, құжатты жүктеу, қол қоюға жіберу және де кетіру мәндері қарастырылған. Құжатты қарау мәнін таңдау арқылы құжатымызбен таныса алатын боламыз. Ал қол қоюға жіберу үшін қол қоюға жіберу мәнін таңдау арқылы құжатымызды қол қоюға жіберетін боламыз. Келесі құжат жіберілгеннен кейін білім алушының жеке ұялы телефонына осындай хабарлама келеді, яғни қандай мекемеден қандай құжатқа қол қою туралы. Осы сілтемемен өту арқылы білім алушы құжатпен танысады, және де қандай мекеме қандай құжат түрін жіберді, сол құжат түрімен толыққанды таныса алады. Келесі танысқаннан кейін қол қою батырмасын басқаннан кейін қол қою туралы ақпарат SMS-ті таңдаймыз, және де код алуға хабарламаны жібереміз. Осы көрсетілген кодты ол SMS-қа енгізеді. Осындай түрмен кодты енгізеді, өзінің келісімін береді, және де қол қою батырмасын таңдайды. Осындай ретпен талапкер құжатқа SMS арқылы қол қоя алады. Және де барлық тараптар қол қойғаннан кейін құжаттың мәртебесі қол қойылды мәртебесіне ауысады. Мәртебесі қол қойылғаннан кейін іс-шаралар бөлімінде құжатты қарау және де құжатты жүктеу мәндері ғана қарастырылған. Бұл бөлімде қалыптастырылған құжаттарды өшіру тек қана құжаттың мәртебесі жоба мәртебесінде болған кезде ғана өшіру мүмкіндігі бар. Ал жіберу қателігі немесе құжатқа қол қойылған жағдайда құжатты өшіре алмаймыз. Осындай ретпен құжаттарға SMS арқылы қол қою модулі жұмыс жасайды. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.